Мына балалар үйде жыланның басына қазақта неге ақ құйып шығарып салады? Бұл бізге дұшпан емес па? Шақса өлтіреді. Не үшін біз бұны құрметтейміз, басына айран құйып, сүт құйып дейді. Соның қиссасын айтып берейін деп, бүгін музейге арнайы уақыт бөліп тағы да келдім. Баяғыда пайғамбарымыз дейді, Әбубәкір екеуі дұшпандардан қашып шықты дейді, Мекке қаласынан. Оны ізіне түсіп қуды дейді. Қашып келді, дағыны бір үңгірге келіп тығылды дейді. Оны дұшпандар ұстай алмады. Әңгімесі көп, енді көгершін бар, жерде өрмекші бар. Содан түн болды дейді, түн ортасында ұйықтайтын болды дейді. Сонда Әбубәкір тұрып сахабасы айтты дейді: "Я Расулалла, сізге қауіп бар, қатер бар, мынаның ішінде улы жылан бар, шаян бар, түнде мына қуыстардың індердің ішіне шығып бір зиян қылып жүрмесін" деп, үстінде киімінің бәрін дар-дұр дал-дұлын шығарып, жыртып, бөлшек шүберекке айландырып, іннің бәрін, тесіктің бәрін біте берген кезде ең соңында бір ін қалды дейді. Ай, осы жерден де бір қауіп қатер кеп қала ма деді, дағыны аяғын соғып жатты дейді Әбубәкір. Содан түн ортасында ойбай дегенде бір әңгіме шықты дейді. Пайғамбар оянып кетсе, Әбубәкір аяғын ұстап ойбайлап жатыр дейді. Не болды, не болса да жылан шақты деп айтты дейді. Содан пайғамбар кездігін алды да жаран тіл жіберіп, жаңағы түкірігімен аузымен осы сорып ана түкіріп жатыр дейді. Сонда жылан шаққан ғой енді, у тиген. Сонда пайғамбарымыздың түкірген жерінен дейді бір өсімдік өсіп шықты дейді. Ол мына көкнәр деген өсімдік екен. Сол пайғамбардың түкірігі араласқандықтан ол кейде ем болады екен. Ана жартысы жыланның уы болғандықтан ол кейде у болып адамды өлтіріп жіберетін себебі содан екен дейді. Содан көп кешікпей дейді, жаңағы іннен дейді екі көзі жылтырап мына жылан көрінді дейді. Сонда пайғамбар айтты дейді: "Ей жылан, сен білесің ғой менің пайғамбар екенімді. Не үшін менің мына сенімді серігімді сен шақтың, бұндай қиындыққа қалдырдың" деп. Сонда бұл жылан айтты дейді: "Мен бәленбай мың жыл болды осы жерде сені ақырдың пайғамбарымын көремін, дидарласамын, тілдесемін деп, бір сондай бақытқа кенелемін деп. Соншама жыл күттім, пайғамбар келді деген хабар шыққан кезінде жолығайын сенімен дидарласайын деп келсем, барлық тесіктің бәрін мына досың бітеп тастаған, ең аяғысына келіп аяғын тығып жатыр екен. Сосын қайдан шықсаң онdan шық дедім, шақтым" деді дейді. "Сен қайдан білдің оны" деп айтты дейді, менің келетінімді үңгірге. Осында бір көгершін мен өрмекші осы үңгірді жер жаралғалы күзетіп жатыр. Не ұшпайды, не қонбайды, не кетпейді, не балаламайды, не көбеймейді. Сосын сұрадым дейді жылан: "Бұл не жатыс сендердікі" деп. Сонда көгершін мен өрмекші айтты дейді маған: "Ақырдың пайғамбары келеді, оның басына қауіп қатер төнеді. Сонда біздің мойнымызға Құдай жүктеген бір миссия бар. Біз ана үңгірдің аузын бітеуіміз керек, дұшпандар кірмес үшін. Сол үшін жатырмыз" деп айтты дейді. "Қашан келеді" деп уақыт тақап қалды, көп кешікпей келеді, күт деп айтты. Соны күттім, сол уақытқа жеттім деп дейді. Бірақ аяғы осылай болды енді. "Ренжіме, сені бір көру менің арманым" деп. Содан "Ықыласыңа рахмет" деп айтты дейді пайғамбар. Енді жаңағы серігін аман алып қалды. "Не арызың бар" деп айтты дейді. Сонда жылан айтты дейді: "Ей Расулалла, сен айтыпсың ғой жыланды көрген жерде өлтір деп. Менің не жазығым бар, менің де бала шағам бар, менің де ұрпағым көбейгісі келеді деп. Сен сол үкімді қайтар" деп айтты дейді. Содан бастап екеуі шарттасты дейді. Пайғамбар айтты дейді: "Жақсы, егер ұрпағың болашақта адамзаттың тіршілік қылып атқан үйінің ішіне кіріп кететін болса, мен оларға айтайын: ей, жыланды өлтірмеңдер, бала шағасын, обал болады, басына ақ құйып құрметтеп шығарып салыңдар" деп. Содан бастап қазақтарда үйінен жылан ұстап алса, басына айран құяды, сүт құяды, тағы басқа ақ құяды, сөйтіп тағыны өлтірмей құрметтеп апарады да, бұлай келіп өзінің жайлы мекеніне жібереді. Ал жақсы, сау болыңдар. Осындай баяғыдан қалған әңгімелер ғой.